Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін жай бөлшектерді көбейту тақырыбын өшеміз. Жай бөлшектер ғана емес, аралас бөлшектерді де көбейтеміз. Енді қараңыздар. Сабақ уақытында түсінбеген оқушылар болса, біз бөлек видео ретінде түсіндірем. Кішкене зейіндеріңізді бір жаққа қаратып, тыңдап отырсаңыздар, иә? Енді натурал сандарды бөлшекке көбейту кезінде қалай орын алады? Яғни 25-тен 3 көбейту 4 деген сан бар мысалы. Мынау жай бөлшек, иә? Мынау натурал сан. Бұны қалай көбейтем мен? Яғни 25-тен 3 көбейту астында 1 бар деп ойлаймыз. 4 көбейтем 4. Енді мен түсіндірдім я сабақтың үстінде. Егер бөлшектер қысқаруға келіп жатса, қысқартамыз. Енді қараңыздар, 25-те 4-ті қысқармайды. 3-те 4-ті екеуі де бірдей санға қысқармайды. Бірді алмаңыздар. Бірді алмаймыз. Басқа сандарды көреміз. Басқа сандар жоқ, яғни қысқаруға келмесе 25-тен екеуін көбейтеміз. Мына алымындарын көбейтеміз. 12. Сонда 25-тен 12 деген бөлшек қалады. Келесі, мысалы тағы бір мысал. 10-нан 7 көбейтілген 3 тең 10-нан 7 көбейтілген астында 1 бар деп ойлайсыздар, алымында 3. Яғни бөлімінде 1, алымында 3 бар деп ойлайсыздар. Енді екеуін қалай көбейтеміз? Қараймыз, бірінші қысқаруға келе ма, келмей ма? 3-те 10-да ешқандай санға бөлінбейді, қысқармайды, 7-де 1-де ешқандай санға бөлінбейді. Яғни қысқармайтын болса, осы тұрған жерінде көбейт жіберуге болады. 10-ға 1-ді көбейтем 10, 7-ні 3-ке көбейтем 21. Енді бұл бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшекті аралас санға айналдырамыз. Бұрыс бөлшек дегеніміз алымы бөлімнен үлкен болатын болса, ол бұрыс бөлшек. 21-дің ішінде 10 неше кездеседі? Яғни 21-ді 10-ға бөлем. Неше бүтін болады? 2 бүтін 10-нан, мына жерде 20 рет кездеседі. 21-ден 20-ны азайтам, 1 қалдық. Келесі, қандай есептер жасап болады? Мысалы, 4-тен 1 көбейтілген 3-тен 2. Қараймыз, қандай сандарды қысқартуға болады? Яғни көреміз, 4 пен 2. Екеуі де жұп сан, екеуі де 2-нің бөлгіштері, яғни 2-нің көбейту таблицасында бар, яғни екеуі де қысқарады. Екеуі де 2-ге бөлуге болады. Яғни 2-ні 2-ге бөлем 1 қалады. 4-ті 2-ге бөлем 2 қалады. Басқа сандар қысқармайды. Тізіп жазып алам. 1 көбейтілген 1, астында 2 көбейтілген 3. Тең. Екеуін көбейтемін. Бөліміне көбейтем. Алымына көбейтем. Яғни 2-ні 3-ке көбейтем 6, 1-ді 1-ге көбейтем 1. Ары қарай. Енді тағы бір жағдайында аралас сан кездесін. 4 бүтін 3-тен 1 көбейтілген 9 дейік. Осы санды көбейтіңіздер деп тұр. Енді аралас сан, бүтін сан. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 3-тен, мына екеуін көбейтеміз. 3-тен 3-ті 3-ке көбейтем 9, оған 1-ді қосам 10. Көбейту 9-дың астында 1 бар деп ойлайсыздар. 1-ден 9. Енді қысқартамын. Мен көріп тұрмын, 3-те 9-да 3-тің көбейту таблицасында бар, екеуде яғни 3-ке бөлінеді. Сыз тастаймын, не қалды? 9-ды 3-ке бөлем 3, 3-ті 3-ке бөлем 1. Енді тең, қалғандарын көбейтем. Мына 10 мен 1-ді қысқармайды олар. Қысқартқаннан пайда жоқ олар. 1-ге қысқарады деп айтып отырасыздар, бірақ ол қысқарғаннан пайда жоқ. Қайттан 10 шығады, қайттан 1 шығады. Яғни мына екеуін көбейтем. 1-ді көбейтем 1-ге, 10-ды көбейтем 3-ге. Тең. 1-ді 1-ге көбейтсем 1, 10-ды 3-ге көбейтсем 30. Яғни қараңыздар, бұл да бұрыс бөлшек. 30-ды 1-ге бөлген кезде қандай бүтін шығады? 30 деген бүтін сан шығады. Бұл аралас санды бүтін санға көбейткен кезде. Немесе керісінше, бүтін санды аралас санға көбейткен кезде 2 бүтін 2-ден 1-ге көбейтті дейік. Не істеймін? 4-тің астында 1 бар деп ойлаймыз. 4, көбейтемін. Мына 2-ден, мына екеуін көбейтемін.
4, оған 1-ді қосам 5. Тең. Енді қарайым. 4 пен 2. Екеуде жұпсан. Екеуде 2-нің көбі таблицасында бар. Екеуінде 2-ге қысқартсам болады. 2-ге қысқартам. Сонда 2-ге бөлсем 1, 2-ге бөлсем 2 қалады. Басқа сандар жоқ қысқаратын. Жазам 1 көбейтілген 1. 2-ні көбейтемін 5-ге. Сонда екеуін көбейтетін болсам 10, астында 1. Тең. 10-ды 1-ге бөлсем 10 деген бүтін сан шығады. Енді тағы да қандай жағдайлар бар? Мысалы, аралас сан түрінде, аралас санды аралас сан түрге көбейткен кезде қалай болады? Мысалы, 3,9-дан 1 көбейту 8-ден 3. Аралас санды дұрыс бөлшекке көбейтуге. Ол үшін аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 9-дан 3-ке 7-ні көбейтемін. 27, оған 1-ді қосам. 28. Көбейту астында 8, үстінде 3. Енді көрем. 9-да 3-ті екеуде 3-ке бөлінеді. Сонда 3-ке бөлетін болсам 1, 9-ды 3-ке бөлетін болсам, сыз тастаймын, 3 қалады. 28-де 8-де екеуді бөлінеді 2-ге. Яғни 8-де 2-ге бөлсем 4, 28-де 2-ге бөлсем 14 деген сан қалады. Енді 14-ті жазамын. 1-ді жазам. 1-ді жазам. 3 көбейтілген 4. Енді кейбір жағдайда мен төмен санға қысқартсам, мен ары қарай тағы қысқаратын сандарды көріп тұрмын. 4-те 14-ті жұпсан. Екеуі де 2-ге бөлінеді. 2-ні 4-те 2-ге бөлсем 2, 14-те 2-ге бөлсем 7. Көріп тұрмыз ғой, қысқарды. Енді басқа қысқаратын сандар жоқ. Ал мен бөлімді қараймын. 3-ке 2-ні көбейтем. 3-ке 2-ні көбейтсем 6. 7-ге 1-ді көбейтсем 7. Енді көріп тұрмын, мынау бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшек дегеніміз алымы үлкен бөлімнен. Яғни 7-нің ішінде 6 1 рет кездеседі. 1,6-дан 1 қалдық қалады. Енді басқа жағдай көрейік тағы да. Аралассан болған кезде 8,20-дан 9 көбейтемін 13-тен 2 тең. Енді аралассанды бұрыс бөлшекке көбейтемін. Бұл жерде қалай болады екен? Ол үшін кәдімгідей жаңағыдай бұрыс бөлшекке айналдырам. 20-дан екеуін көбейтем. 160, астында 160, үстінде 169, 9-ды қостым. Көбейту, астында 13, үстінде 2. Енді екеуін де қысқартам. Екеуі де 13-ке бөлінеді. 1, 169, 13-ке бөлсем 13 қалады. 2 мен 20 екеуі де бөлінеді. 1 қалады. Екеуін де 2-ке бөлем 10 қалады. Тең, 10-ға 1-ді көбейтем 10, 13-ті 1-ге көбейтем 13. Тең. Енді 13-тің ішінде 10 неше рет кездеседі? 1,10-нан 3 деген бүтін аралас сан шығады. Енді ары қарай. Енді қараңыздар, аралас сан мен аралас сан. Күні бойы айтып жатырмын аралас сан мен аралас сан деп. Бірақ еш сан кездеспейді, кеттік ал. Аралас санға аралас санды көбейтетін болса, 7,3-тен 1 көбейту 2,11-ден 2. Екеуі де аралас сан болған кезде қалай болады екен? Екеуін де бұрыс бөлшекке айналдырам. Яғни 3-тен 7-ні 3-ке көбейтем 21, оған 1-ді қосам 22 деген сан шықты. Көрдік қой, аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырдық. Көбейту бөлімінде 11, 2-ке 11-ді көбейтем 22, оған 2-ні қосам 24 тең. Енді қараймыз. 22-де 11-де екеуі де 11-ге бөлінеді. 11-ді 11-ге бөлсем 1, 22-ні 11-ге бөлсем 2 деген сан шығады. Сосын 6 мен 24 екеуі де 3-тің көбейту таблицасында бар, яғни 24-ті 3-ке бөлсем 8 деген сан шығады. 3-ті 3-ке бөлсем 1 деген сан шығады. Енді тең, қалғанын көремен. Не қысқаруға кеватса қысқартам. 1-ді 1-ге көбейтем, одан 2-ні көбейтемін 8-ге. Тең шығады 16, 1-ге 1-ді бөлсем 1. 16-ны 1-ге бөлсем 16 деген бүтін сан шығады. Яғни байқап, қарап отырыңыздар,
бүйтейік. 579 есепті бір-екеуін шығарайық, иә. Түсінбей қалған оқушылар болатын болса, қарап отырамыз. 579 бұл жерде бүйтіп жазылып тұр, иә. 5-тен 1 көбейтілген 4-тен 3 көбейтілген 3-тен 2. Енді көбейту кезінде асықпай ашпасақ болады, иә, бір жақшаны апсақ. Көбейту болғаннан кейін бізде көбейтудің орнын ауыстыра берсек болады ғой. Сонда 5-тен 1 көбейту 4-тен 3 көбейтілген 3-тен 2. Тең қараңыздар. Енді 3 сан қатарынан тұр. Енді көріп тұрмын, мен бірдей сандарды көріп тұрмын. 3-ті 3. Екеуін де 3-ке бөлсем. Екеуін де 3-ке бөлсем, мына жерде 1 қалады, мына жерде 1 қалады. Екеуі қысқарды. Көрдік қой? Енді 2 мен 4 екеуі де 2-ке бөлінеді. 2-ке бөлетін болсам, 2-ні 2-ке бөлсем 1, 4-ті 2-ке бөлетін болсам 2. Үстіне қысқардым. Басқалады жазып көрейін, не шығатынын көрейік. 1-ді көбейтем 1, қалған жазам көбейту 1. Бөлімінде 5 көбейтілген астында 2 көбейтілген 1. Тең. Енді бәрін бір-біріне көбейтем 1, мына 3-еуін бір-біріне көбейтем 10. Сонда 10-нан 3 деген сан шықты. Енді 579-дың 4-шісін шығарып көрейік. 10 алымында бөлімінде 13 көбейтілген 12-ден 11. Көбейту 55-тен 12 көбейтілген 20-дан 13. Жақшан жабам, тең. Енді мен көріп тұрмын, көбейту бәрінде көбейтудің орындарын ауыстырғаннан көбейтудің мәні өзгермейді ғой. Көбейтуді ашып тастасам болады. Көбейтуді ашып тастасам, яғни 13-тен 10 көбейту жақшаны алады, алып тастаймын. 12-ден 11 көбейтілген 55-тен 12 көбейтілген 20-дан 13 тең. Енді қараңыздар, 10 және 20 деген санды көріп тұрмын. Екеуін де 10-ға қысқартсам болады. Қалады 2, қалады 1. Тағы бірдей сандарды көріп тұрмын. 13 пен 13. Екеуін де 13-ке бөлем. 1 қалады, 1 қалады. Сосын 12 мен 12. 1 қалады. Екеуін де 12-ке бөлем. 55 пен 11 бөлем. Екеуін де 11-ге бөлем. Мына жерде 5 қалады, мына жерде 1 қалады. Енді бөлім 1, алымында 1 қалды. Мына жерде 1 қалды. Сосын мына жерде 1 қалды. Алымында 1 болып 1 қалды. Бөлімінде 1 көбейту мына 1 қалды. Көбейту 5 қалды, мынау 5, сосын 2 қалды. Көбейту 2. Тең. Енді 3-еуін бір-біріне көбейтіп, 4-еуін көбейтіп шығам. Мына жерде 10, алымында 1 қалады. Сонда 10-нан 1 деген бөлшек қалды.